Дәрігер күн сайын 8 сағат тұрмай отырсаңыз ағзаға не болатынын айтты. Отырықшы өмір салты өкінішке қарай ауруға шалдықтырады. Кеңсе жұмысы сізді дәрігерге апармау үшін не істеу керегін біліңіз. Көптеген адам уақытының басым бөлігін жұмыста отырумен өткізеді. Кеңседе күні бойы жұмыс істегеннен кейін олар үйге келіп диванға тағы жатады. Күнделікті күйбең тірлікте көпшіліктің тамақтануға уақыты жоқ. Олар көбінесе тамақты жолда жейді, немесе күніне 1-2 рет тамақтанады. Тұрақты өмір салты мен теңгерімсіз тамақтанудың салдарынан әртүрлі аурулар пайда болады. Олардан қалай сақтану керегін колопроктол Арина Батталова айтып берді. Егер адам көп отырса және дұрыс тамақтанбаса, ішектің жұмысы нашарлайды және іш қату пайда болады. Мұның бәрі геморройға немесе анальды жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Қатты нәжіс анальдың шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Бұл анальды жарықтардың дамуына әкеледі, деп түсіндірді Арина Батталова. Іш қатумен күресудің қандай әдістерін таңдасаңыз да алдын ала дәрігерге барып кеңес алу керек. Нәжістің бұзылуы бірден пайда болмайды. Бұл қоректік заттардың жетіспеушілігі, қауіпті дегенде патологиялардың белгілері болады. Ас қорыту және жалпы денсаулыққа қатысты бірқатар проблемалар мен өзін-өзі емдеу, соның ішінде әртүрлі халық рецепттерінің көмегімен қабылданбайды. Әртүрлі әдістерді қолдану жағдайдың күрт нашарлауына, жарақаттар тууына алып келеді. Егер де арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.